Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух, құрметті ағайын. Міне, уақытылы әуежайымызға келіп, төл құжаттарымызды алып, Қызмет саяхат қажылық компаниясының жетекшілеріне жолығып, қазір міне, Алла қаласа сағат 4-тен 50 кетті, таңғы сәресі уақыты. Қазір міне жетекшілердің нұсқауымен әуе жолының тіркеуінен өткелі ниет етіп отырмыз, иншалла. Міне, әуежайдың іші толған адамдар, ата-аналарын шығарып салып тұрған қуаныштағы балалары, онымен қоштасып тұрған ата-аналары керемет бір сезімде, керемет бір көріністе тұрмыз. Алла тағалаға сансыз шексіз мақтаулар болсын. Осы күнге жеткенімізге Аллаға шүкірлік болсын, иншалла. Көңіл күйлеріңіз қобалжу, толқу. Алғашқы бара жатқаныңыз ғой бұл енді, Алла қаласа. Алла бірінші барып жатырмын, оның үстіне самолетке де бірінші мініп жатырмын. Алла әйтеуір қажылығымызды қабыл етсін, аман есен барып оралайық. Көңіл күй өте тамаша. Түнмен уайымдаған ем, действительно уайымдаған ем. Енді таңертең қобалжуыңыз басылды ғой енді. Енді алғашында болады ғой осындай қобалжу. Аман есен барып қайтайық, елге Алла тыныштығын берсін, елге Алла балаларының амандығын берсін. Мынандай қызмет саяхаттың жақсы жігіттері аман болсын. Осылардың арқасында әйтеуір қолдап жемеп, Алла бізді қалап отыр. Сол қажылыққа барып, алдына барып, сапарымызды орындап, міндетімізді орындап, бес парыздың біреуі. Соны орындап қайтуды Алла нәсіп етсін бәрімізге де. Бармағандар болса, баруына нәсіп етсін. Барып, қажылық біреу орындап жүрсе, оларға да Алла имамның мейірімін берсін. Бізге де соның жақсы жолдарын берсін. Ата болсын. Рахмет беріңдер сендерге де. Біздің жетекшіміз Бағла мырза, ассалаумағалейкум. Қал жағдайларыңыз қалай? Аман есенсіздер? Міне төл құжаттарымызды алдық. Енді жалпы алдағы жоспарымыз қалай? Не істейміз ары қаратай? Алдымыздағы жоспар қазір төл құжатымызды алсаңыз, тіркеу бөліміне өтеміз. Тіркеу бөлімінен кейін иншалла умра сапарына аттанамыз. Иншалла, Алла сәттілік берсін. Сіздер аман болыңыздар, иншалла. Сіздердің арттарыңыздан жүреміз енді. Басшыға бағынған қол болмайды дейді. Міне осылай жетекшілерімізге бағынып, Алла тағала бір тәртіппен қол жасап келуіміз нәсіп етсін. Алла разы болсын сіздерге. Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Міне, бірінші Алланың арқасы, екінші осы Қызмет саяхат қажылық компаниясының осылай керемет жүйелі бір түрде ұйымдастыруының арқасында жеңіл бір түрде міне әуежайға келіп, төл құжаттарымызды алып, ал бисмилла деп міне ішке қаратай кіргелі тұрмыз. Қызмет саяхат қажылық компаниясына Алла разы болсын. Ақ ихрамымызға оранып, екі бас намазымызды оқып, Стамбулдан Жидда қаласына бет алып бара жатырмыз. Түркіш әуе жолдарының ұшақтары өте жайлы, тамақтары дәмді. Қажыларымыз міне Аллаға деген мадақтарын айтып, тәрбиелерін айтып, ихрам аймағынан өтіп, Жидда қаласына Алла бұйыртса 20 минуттан кейін қонайын деп жатырмыз, иншалла. Сапарымыз сәтті болсын. 20 минуттан кейін Хил аймағына кіреміз, Алла қаласа. Тәрбиелерімізді айтып, дұғаларымызды айтып, осы жерде. Енді бұдан кейін ұйықтамай, кішкене зікір дұғаларымызды айтып, Алла қаласа қазір қонайын деп жатырмыз. Солай дайындалып отырайық. Алла қабыл етсін, иншалла.
Аллаға мінекей Жидда қаласына келіп қондық. Алла қаласа қазір құжатты рәсімдеуден өткеннен кейін енді ары қаратай қасиетті Мәкка қаласына автобустарға отырып жолға шығамыз иншалла. Сапарымыз сәтті болсын. Кеше ғана осыдан 1 ай бұрын, 10 күн бұрын, 15 күн бұрын әкеп фирмаларға құжаттарымызды тапсырып, міне Алла қаласа умраға барсам, осы жыл соңында бір умраға барып қайтсам, демалыс уақыттарымда деп ойластырып жатқан едік. Міне уақыты сағаты да көзді ашып жұмған уақытта келіп жетіп, міне қасиетті мекенге Алланың қалауымен Әл-Харам аймағына, Хил аймағына да келіп жеттік. Алла тағала келген қадамдарымызға сауаптан жазсын. Бұл сапар қасиетті сапар деп айттық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ла ярфаул хаджу қадаман ва ла язаул ухра илля хатталлаху анху биха хатиатан ва рафа'a лаху даражатан ва катаба лаху хасанатан. Бір кісі қажылық жолына жолға шыққан кезде Алла тағала әрбір басқан қадамына сауап жазады. Әрбір басқан қадамына бір күнәсін кешіріп, әр басқан қадамына бір дәрежесін көтеріп, бір жақсылық жазады деп хадисте айтқан едік. Міне Алла нәсіп етіп, сол хадисте айтқанда әр басқан қадамымызға қазір иншалла сауаптар жазылып жатыр. Бұл мекендер қасиетті мекен, бұл мекендер ата бабамыз аңсап өткен жер. Қазір біз міне Жидда қаласына келіп жеттік. Жидда қаласы Жаддатун деген сөзден шыққан, әже деген мағынаны білдіреді. Адам ата Хауаны жер бетіне түсірілген кезде, Адам ата Шри-Ланка жеріне түсірілген, Хауа анамыз осы Қызыл теңіздің жағасына түсірілген екен. Сондықтан адамзаттың әжесі болған әжеміз Хауа анамыз осы жерге түскендіктен, сол әжеміздің құрметіне Жаддатун әже деген мағынада осы Жидда қаласы құрылған екен. Міне, осы жерде өмір сүріп жатты. 300 жылдан кейін Адам ата Хауаны осы жерден 70 километр ара қашықтықтағы қасиетті Мәкка қаласында Жабал Рахма Арафат тауындағы Жабал Рахма тауында кездесті. Сол тауда Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Я Раббым, біз өз нәпсімізге зұлымдық жасадық, қате кемшілікке бой алдырдық. Я Раббым, сен бізді кешіре көр. Егер сен бізді кешірмесең, бізге рахмет етпесең, біздің жағдайымыз не болады? Біз өте қатты өкінушілерден боламыз, я Раббым деп, Адам ата Хауаны дұға еткен тәубасы қабыл болған. Міне, сол кісілердің өмір сүрген аяқтары басқан жерлер осы жерлер. Жидда қаласы Қызыл теңіздің жағасында орналасқан, арнайы өзінің Араб әмірлігінде ерекше орны болған, порт болған, 2,5 миллион халқы тұратын, және осы жерде дүниедегі ең қазіргі биік ғимарат салынып жатыр. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір уақыт келеді, бәдәуиндер, арабтар биік ғимараттар салынып жарысады деген екен. Міне қазір 818 метр Бурж-аль Араб Дубай мемлекетінде болса, қазір осы Жидда қаласында 1000 метрлік ғимарат салынып жатыр. Бағана аэропорттан түсіп жатқанда, самолеттен түсіп жатқанда көрдіңіздер биік ғимарат. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадистеріндегіндей, біз дәл солай қазір сондай бір жарыстар болып жатыр осы заманның сәйкес. Міне бұл мекендер осындай қасиетті мекен. Қазір біз Хил аймағына кірдік, ихрамды орандық. Умраның шарты 4 еді. Ең алдымен ихрамға кіріп 2 ракат намаз оқу, одан кейін тауаф жасап Қағбаны 7 рет айналып 2 ракат намаз оқу, тауаф жасау. Сосын Сафа мен Мәруаның ортасында 7 рет жүру, ең соңында шаш алдыру. Міне Алла қаласа бірінші этаптан өтіп, бірінші ихрамымызға кіріп, Хил аймағына аяғымызды басып, қасиетті мекеннен қасиетті Мәкка қаласына Әл-Харам мешітіне кіріп бара жатырмыз. Алла тағала осы бара жатқан сапарымыз сәтті, берекелі, құтты етсін. Себебі бұл сапар берекелі сапар. Әл-Худжаджу вәл-Уммару вафтуллахи. Қажыға барған қажылар, умрашыға барған умрашылар, Алла тағаланың алдына адамдар тарапынан жіберген елшілер, индаауху ажабахум. Сол сапарда ол елшілер Алладан қолын жайып дұға етсе, дұғаларын қабыл етеді. Фаин истағфару ғафара лахум. Сол сапарда Алладан кешірім сұрап тілесе, дұғалары қабыл болып, күнәлары кешіріледі деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне, біз қазір Алланың алдына бара жатқан, адамдар тарапынан таңданылып бара жатқан елшілерміз. Осы сапарда жасаған дұғаларымыз қабыл, осы сапарда жасаған тәубелеріміз қабыл иншаллах. Сондықтан да
біз ең көп истигфар айтып, ең көп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауатымызды айтып, Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауаттарымызды айтып, зікірлерімізді, намаздарымызды көбейтетін бір құлшылық сапары бұл сапар. Әл-Харам мешітінде оқылған бір намазға Алла тағала 100 000 намаздың сауабын береді деді. Әл-Харам мешітіне Алла тағала 120 рахметті де қойған. Таваф етушілерге 60-ы, намаз оқушыларға 40-ы, тіпті Харам мешітінде Қағбада қарап отырушыларға 20-сы Қағбаға қарап отырушыларға рахмет беріледі деді. Алла тағала Йемен бұрышы мен Хаджар Асуадтың ортасында 70 000 періштені қойған екен. Сол жерден өтіп бара жатқан кісілердің дұғаларына амин, амин деп айтады екен сол періштелердің міндеті. Сондықтан да сол Йемен бұрышы мен Хаджар Асуадтың ортасынан өтіп бара жатқан кезде Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар ва адхилнал джанната ма'ал абрар. Я Азиз, я Ғаффар, я Раббал аламин. Я Раббым, бізде дүниеде жақсылықты бер. Я Раббым, бізге ақыреттің жақсылығын бер. Бізді тозақ отынан сақта. Я Раббым, бізді өзіңмен өзіңнің жәмәліңді көріп, өзіңнің қуанышыңмен қуандатқан құлдарыңнан қатарында болып жәннатқа кіруімізді нәсіп ет деп, сол жерде дұға етуіміз керек екен, құрметті ағайын. Себебі сол жерде періштелер амин деп тұрады. Бізде қазақта айтамыз, жақсы тілек тілеп атқанда періштелердің құлағына шалынсын деп. Ол жердегі мағына меджази мағынада, яғни періштелер осы айтқан батамызға амин десін, сол батамыз қабыл болсын деп. Міне, нағыз періштелердің амин дейтін мекендерге бара жатырмыз иншалла. Алла тағала дұғаларымыз қабыл етсін. Әл-Харам мешітіне кірген кезде оң аяқпен кіріп иншалла дұғаларымызды айтып кіреміз де, Қағбаны көргенде бисмиллахи Аллаху акбар деп сәлем береміз. Иығымыздың деңгейінде қолымыз көтеріп бисмиллахи Аллаху акбар деп сәлем береміз. Сол жерде жақсылап тұрып дұға жасаймыз, тілектерімізді тілейміз. Я Алла тағалам, осы күнге шейін жасаған дұға тілектерімді, өмірімнің соңына шейін жасайтын дұға тілегімді қабыл етші, я Аллам. Я Алла тағалам, отбасы бала шағыма амандығын нәсіп етші, ағайын туған туысқандарыма тура жолыңды нәсіп етші, халқыма, еліме, жұртыма амандығыңды, берекеңді, ынтымағыңды, тыныштығыңды нәсіп етші деп асықпай иншалла сол жерде жақсылап тұрып дұға етеміз. Одан ары қаратай оң иығымызды ашып қоямыз. Ер кісілер оң иығын ашады, апаларымыз, әйел кісілер, әпкелеріміз сол жерде бірге, біздердің қасымызда бірге жүріп, барлығымыз оң иығымызды ашамыз. Хаджар Асуадтың тұсына барамыз. Жасыл шам бар, соның тұсына тұспалдап келгенде өткенде дәрістердің барлығында түсіндіріп айттық. Кеудемізбен бұрылып, бисмиллахи Аллаху акбар деп сәлем береміз. Сөйтіп, сол сәлем бергеннен, Хаджар Асуадқа сәлем бергеннен бастап 7 рет Қағбаны айналамыз. 7 рет Қағбаны айналамыз. 7-ші рет айналып болғаннан кейін мақамы Ибрахимнің тұсы бар. Фихи аятун байинатун мақамы Ибрахим. Ол Қағбаның шетінде қасиетті Құранда айтылғандай, ол Қағбаның шетінде ерекше бір мұғжизамен, ап-ашық дәлелмен Ибрахим алейхиссаламның мақамы бар, орны бар деп айтқан мақамы Ибрахим жасыл күмбездің тұсына барып, сол жерде екі бас намаз оқимыз. Бірінші ракағатта бағанағы ихрам намаз сияқты Фатихадан кейін құл я айюхал кафирун деп кафирун сүресін оқу арқылы, екінші ракағатта Фатихадан кейін Ихлас сүресін оқу арқылы екі бас намаз оқимыз сол жерде, құрметті ағайын. Сөйтіп тавафымыз бітеді. Зәмзәм суымызды ішіп аламыз да, дұғамызды жасап болғаннан кейін Сафа мен Мәруа тауының тұсына барамыз. Сафадан Мәруаға 7 рет жүреміз. Дұғамызды оқып, жасыл шам болады, сол жерде жақсылап ер кісілер жүгіріп өтеді, дұғаларымызды айтып, Сафа мен Мәруаның ортасында да дұғалар қабыл, құрметті ағайын. Себебі Ажар анамыз Сафа мен Мәруаның ортасында Алланың рахметінен, Алланың берекетінен үміт етіп, сол екі ортада жүрген еді. Сол жүрген жүрісі Алла тағаланың берекесі жауып, Алла тағала сол Алланың рахметінен үміт еткеннен разы болып, Ибрахим Исмаил алейхиссалам, Ибрахимнің баласы Исмаил алейхиссаламның аяғының астынан қасиетті Зәмзәм бұлағын атқылатып сол жерде шығарған еді. Міне, ол жерде де дұғалар қабыл, ол жерлерде де тәубелер қабыл. Сондықтан сол жерде Алланың рахметінен, мағфиретінен үміт етіп, дұғамыз жасап, Сафа мен Мәруаның ортасын 7 рет айналып жүреміз. Одан 7 рет жүріп болғаннан кейін арғартай Шаштаразға барып, болмаса бөлмеде қаласаңыздар, или болмаса Шаштаразға барып, шаштарымызды алғыздарамыз да, сонымен біздің умрамыз иншалла бүгін аяқталады. Жалпы қазір келген жерлеріміз қасиетті мекен. Бұл мекенде нағыз сауапты алып қайтатын, ең аз өкінгендерден болу үшін,
ең көп Әл-Харамның түбінде намаз оқудаушылардан болу үшін уақытымыздың көбін Әл-Харам мешітінде 100 000 сауабы берілген. Құрметті ағайын, өткенде де айттық, 100 000 намаздың сауабы бір намазға. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласын өте жақсы көргендігін айттық. Мекке қаласынан Мәдина қаласына қоныс аударып бара жатқан кезде, "Валлахи я Мекка, сен жер бетінде Алланың антымен ант етемін, ей Мекке қаласы, сен жер бетінде Алла тағаланың жаратқан ең қасиетті мекенсің. Сен жер бетінде Алла тағаланың ең салих құлдары, ең бағанағы тақуа құлдарының жиналған мекенсің. Егер де мені қауымың шығаруға мәжбүр етпегенде де, валлахи мен сені тастап кетпес едім" деп қимай кеткен Мекке қаласына қазір міне Алланың қалауымен бара жатырмыз. Бұл қала ата бабамыздың аңсап өткен жері. Сондықтан бұл қалаға кірген кезде ата бабамызға, ағайындарымызға, туысқандарымызға дұға ету біздерге міндет, құрметті ағайын. Жалпы қажыға және умраға келген қажылардан 3 нәрсе күтіледі екен. 3 нәрсе. Ең бірінші күтілетін нәрсе, артта қалған ағайындардың бізден күтетін нәрсесі жақсылап бізге дұға етуі. Ол кісілерге дұға етуіміз керек екен. Себебі біз кімбіз? Біз вафдуллахи, Алланың адамдар тарапынан жіберген, Алланың алдына жіберген елшілер екенбіз. Дұғаларымыз қабыл, истиғфарларымыз мақбул екен иншалла. Сондықтан ол кісілерге жақсылап дұға ету екен. Екіншісі, Мекке қаласынан зәмзәм су апарып беру нәсіп болса, иншалла, зәмзәм су күтіледі екен бізден. Үшіншісі де қасиетті Мәдина қаласынан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әжуа құрмасы бар. Осы жалпы 3 нәрсе күтеді екен қажыларға барған умрашылардан иншалла. Лаббайк Аллахумма لبيك اللهم عمرة عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم.
اللهم يا مجيب المضطرين ويا سريخ المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فإنك ترى ما نزل بنا وبالمؤمنين جميعا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب الله өзіңнің қалауыңмен өз нәсібіңмен өзіңнің шақыртуыңмен қасиетті Мәкка қаласына келдік я Алла тағалам харам аймағына кіріп жатырмыз я Алла тағалам осы сапарымызды сәтті ете көр я Алла тағалам осы жасайын деп атқан умрамызды қабыл ете көр я Алла тағалам осы жасаған умраларымызды жасап жатқан құлшылықтарымызды ғибадаттарымызды салих құлдарыңның қабыл еткеніндей біздерден де осы ғибадаттарымызды қабыл ете көр я Алла тағалам осы аймақта хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтып өткеніндей өзіңнің қасиетті Құраныңда мақтап өткеніңдей осы жерлерде құлшылықтарымызды жақсылап жасарып шынайы уммар болып анамыздан жаңа туған сәбидей күнәларымыздың кешіріліп тазарып жаңарып қайтуымызды нәсіп ете көр я Алла тағалам я Алла тағалам осы сапарымызды сәтті етіп өзімізге иманды байлығын отбасы бала шағамызға ағайын туған туыс жора жолдастарымызға амандығыңды бірлігіңді ынтымағыңды тыныштығыңды берекеңді хидаятыңды тура жолыңды нәсіп ете көр я Алла тағалам я Алла тағалам ағайын туғандарымыздан отбасыларымыздан тура жолды таба алмай жүргендердің тура жолына нәсіп ет я Алла тағалам я Алла тағалам намазға бастай алмай жүрген ағайындарымыздың намазға бастауын нәсіп ет я Алла тағалам я Алла тағалам перзент сүйе алмай жүрген ағайын бауырларымыздың перзент сүюін нәсіп ете көр я Алла тағалам я Алла тағалам кімнің қандай арман мақсат ізгі ниеттері болса сол ниеттерінің орындалуын осы қасиетті Қағбаның құрметіне осы қасиетті Қағбада өмір сүрген осы мекенде болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне ізгі салих құлдарының құрметіне дұғаларымызды тілектерімізді қабыл етіп осы сапарымызды сәтті де берекелі құтты етіп осы сапардан алған берекемізді өзімізге отбасы бала шағамызға жеті ұрпағымызға жетуін Аллахым өзің нәсіп ете көр Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахим Аллаху акбар